құрметті әріптестер, бүгін сіздермен рухани адамгершілік білім беруде өзін-өзі тану бағдарламасының позитивтік, тәрбиелік әлеуеті туралы ой бөліскім келіп отыр. Соңғы кезде рухани адамгершілік құндылықтар туралы өте көп сөз айтылатын болды. Сол рухани адамгершілік құндылықтарға жасөспірім не әсер етіп жатыр деген көбіне сұрақ туындайды. Әрине, бұған әсер етіп жатқан дағдарыс. Бұл бағдарлама негізінде дағдарыстың жеке тұлғалық, қоғамдық, экологиялық дағдарысты бөлінеді екен. Және бұны жеке-жеке де қарастыруға болады. Жеке тұлғалық дағдарыстың өзі зияткерлікке, эмоционалдыққа және тәндікке бөлінеді. Қазіргі заманда әр бала зияткер. Олар өте көп нәрсені біледі. Бірақ зияткерлігінің өзінен жақсы да жаман жағы да бар. Балалар көбісіне жасөспірім жақсы мен жаманды айыра алмай, көп нәрсе, негативті нәрсені алады. Сол кезде оның түпкі санасы ластанады. Түпкі сана ластанған кезде жасөспірімнің эмоционалдық дағдарысқа ұшырайды. Мінез құлқысының тұрақсыздығы, ашушан болады. Ашушан адамның тәні ауырады. Сонымен қоса рухани адамгершілік құндылықтарға қоғамдық дағдарыста әсер етеді. Экономикалық жағдай, саяси жағдай, мәдени ошақтарына бармауы, мәдени кітаптарды оқымауы, соның ішінде отбасылық проблема. Қазіргі заманда отбасылық проблеманы өте көп айтуға болады. Заманда қазір жалғыз басты аналар көптігін, қарттар үйі бар екен, жетімдер үйі бар екен. Осының бәрі рухани құндылықтардың төмендеуіне әсер етеді. Әрине, отбасылық тәрбиенің құндылығы төмендеген кезде білім берудің де төмендейді. Қазіргі заманда көп адам баланың біліміне мән берді. Бұл бағдарлама негізінде балаға білім бере отырып, оның рухани адамгершілік тәрбиесін жандандыру мақсатында айтылады. Сонымен қатар экологиялық тәрбиені айтуға да болады. Экологиялық тәрбиенің өзі ресурстық, климаттыққа бөлінеді. Бұл бағдарлама негізінде көбісіне адамның қанағатсыздығы деп айтады. Адамның қанағатсыздығы, табиғат осындай мөлшерде біздерге, жаңағы орман осындай мөлшерде ағаш береді ма, адам қанағатсызданып, одан 2 есе, 3 есе көп мөлшер алып жатыр. Сондықтан табиғи апаттар осының себептеріне болып жатыр. Бұл тек менің айтқан сөзім емес. 1968 жылы Аурелий Печи римский клуб құрған екен. Ол римский клубтың мүшесіне Горбачев, Чингис Айтматов кірген екен. Олардың жаңағы 1972 жылы пределы роста конференциясында Аурелий Печи сол зерттеудің нәтижесін айтқан екен. Адамның өзін-өзі өзгертуді ойлау керек депті. Адамның рухани жетілуі қайта бағыттау депті. Мәселенің шешімі адамның рухани дүниесінде дейді. Және философтар пікірінше адамзаттың ең негізгі өзекті мәселесі экономикада емес, саяси емес, ең бірінші рухани адамгершілікте дейді. Бұл бағдарлама негізінде Шалва Аманашвилидің көп деген еңбектері негізге алған екен. Соның үшінші 11-ші халықаралық педагогикалық оқуларында Шалва Аманашвили былай айтқан екен: мектепте емес, мұғалімнің рухани дүниесін реформалау қажет депті. Яғни әр мұғалім өзі ісімен, ойымен, әрекетімен балаға жақсы ой ойлап, сөз айтып, әрекетімен жақсылықты көрсете білу керек екен. Және бұл бағдарлама негізінде Сара Алпысқызы Назарбаева өзін-өзі тану курсы адамға өзін-өзі анықтауға, жақсы қасиеттерін адалдыққа, өзінің абыройын сақтай отырып, адам осы сөздің толық мағынасында болып қалуға көмектеседі деген екен. Бұл бағдарлама негізінде рухани адамгершілік құндылықты біздер жаңадан айтып отырған жоқпыз. Бұл баяғы ежелгі елден айтылған нәрсе. Мысалы, әлемдік рухани тұлғалар рухани адамгершілік туралы, білім туралы айтылған екен. Дельфи Аполлон храмына кірердің алдында өзіңді таны деген жазу тұрған екен. Көп адамдар сәуеге келе отырып, өзіңді таны деген жазуды көріп отырып, айналып кетіп қалған екен. Кейбір адамдар сәуегейдің алдына келген кезде оларға өзіңді таны деген жаңағы кеңес берілген екен. Сонымен қатар Сократта жаңағы руханилық туралы өте көп айтқан екен. Әр адам күн сияқты депті. Тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек депті.
Конфуций өзіне тілемегенді өзгеге тілеме депті. Жақсы адам барлығын өзінен іздейді, ақымақ адам оларды басқадан іздейді деген екен. Сондықтан біз балаларды позитивті, тәрбиелік мәнін бере отыра, балалардың болып отырған әрекетті өзім қай жерде қате істедім деп өзін өзі зерттеуге, өзін өзі жаңағы тануға ықпал етуіміз керек. Бұл жаңағы рухани адамгершілік құндылықтар негізінде, өзін өзі тану бағдарламасы негізінде құндылықтар деп айтып жатырмыз ғой, рухани адамгершілік құндылықтар деп айтып жатырмыз. Сонда сұрақ туындауы мүмкін. Сонда руханилық деген не? Ол қандай қасиеттер депті? Бұны зерттеген аксиология, бұлар құндылықтар категориясын зерттейтін философия саласы. Бұл негізінде Петракованың құндылықтарын негізге алған екен. Петракова құндылықтарды 3 топқа жіктеген екен. Ең бірінші табиғи құндылықтар, екіншісі жүре бітетін құндылықтар, және үшінші абсолютті жалпы адамзаттық құндылықтар деп. Мына бағдарлама негізінде және рухани білім беруде абсолютті жалпы адамзаттық мәңгілік құндылықтар негізге алған екен. Ол құндылықтар уақытқа бағынбайды. Жаңа өздеріңіз де көріп тұрсыз. Ол туралы Сократ, Конфуций айтқан, қазіргі заманда Сара Назарбаева, Шалва Аманашвили айтып отыр. Ешқандай қоғаммен шектелмейтін бүкіл адамзат үшін маңызы зор екен. Және осында сұрақ туындауы мүмкін. Сонда рухани адамгершілік құндылықтарға қандай құндылықтар жатады деген деп. Бұған рухани адамгершілік құндылықта 5 құндылықтар жатады. Бұл ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Енді шамалап осы құндылықтарға мән берсек, ақиқат дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Ақиқат дегеніміз көзбен көрген, дәлелденген, ешқашанда өзгермейтін нәрсе дейді. Тіпті ақиқатты Сократтың мысалымен де айтып кетуге болады. Бір күні Сократқа бір адам келіп сұрапты: мен сенің досың туралы бір нәрсе білем, айтып берейін депті. Сонда Сократ айтыпты: мен сізге 3 сұрақ қояйын депті. Ең бірінші, сен оны өз көзіңмен көрдің ба депті. Жоқ депті ана адам. Оны жаңағы жақсы ма, жаман ба депті. Жаман депті. Ол маған қажет па депті. Сонда Сократ былай жауап беріпті: өз көзіңмен көрмесең, және ол жаман нәрсе болса, ол маған қажет па, қажет екенін білмесең, несіне айтасың деген. Бұл жаңағы ақиқатпен өмір сүрген Сократтың бір дәлелі ретінде айтып кетем. Және ақиқатты тану үшін әр адам 3 сұраққа жауап беру керек екен. Мен кіммін, оның мақсаты неде, және ол үшін мен не істеп жүрмін деп жүрген. Сонда әр адам ол өзінің жаңағы рөлін атқарады екен. Аналық рөлін атқарады, ұстаздық рөлін атқарады, бірақ әр рөлді парызды дейді. Ақиқат дегеніміз, әр адам өзінің рөліндегі парызын атқара отырса депті, қарттар үйі болмайды, жетімдер үйі болмайды, көңіл күйі жақсы болады деген сияқты. Неге десем, ол жасап жатқан әрекеті дұрыс. Осы парыздардың бәрін риясыз сүйіспеншілікпен жасау дейді. Риясыз сүйіспеншілік дегеніміз нәр беру, нәр деген сөзді білдіреді. Сонда риясыз сүйіспеншілікті Карл Густав Юнгта былай айтқан екен: сүйіспеншілік ессіздік емес депті. Бұл жерде тіпті ақыл ұғымның да қажеті жоқ депті. Ол ешқашан шеті мен шегі болмайтында, жарықта, түнекте, және ешкім бұл жұмбақ күштен қашып құтыла алмайды деген. Осы туралы Конфуций айтқан сүйіспеншілік біздің тіршілігіміздің бастауы мен аяқталуы депті. Сүйіспеншіліксіз өмір жоқ депті. Әрине көп адам сүйіспеншілікті махаббатпен теңейді, бірақ бұл бағдарлама негізінде рухани білім беруде, тәрбиелік мәнінде бұл эмоция емес. Махаббат деген эмоция, бұл сүйіспеншілік депті айтуға алады. Және Эйнштейн де былай айтқан екен: атаққұмарлық немесе борыш сезімнен ешқандай құнды нәрсеге жарыққа шықпайды депті. Көбісіне Эйнштейн өзінің өмірінен мысалы келген екен. Эйнштейнде аутизммен ауырған екен. Сол кезде оған жаңағы жалпы білім беретін мектепте оқуға болмайды дегенде, осындай белгілі әйгілі болғанда, ол анасының сүйіспеншілігі арқылы осы деңгейіне жеткенін айтады. Бұл бағдарлама негізінде 3 сүйіспеншілікті нетеді екен. Өзімшіл сүйіспеншілік. Бұл өзімшіл сүйіспеншілікті
лампочканың жаңағы жарығымен теңейді, тек қана бір бөлмені жарық қылуға жарайды. Ал өзара сүйіспеншілік айдың жарығымен теңейді. Бірақ бұл бағдарлама негізге алынған риясыз сүйіспеншілік. Күннің жарығы бәрімізге де жетеді ғой. Күннің жылы бәрімізге қайтарымды жаңағы талап етпейді. Бірақ әрине сүйіспеншілік жолында әртүрлі кедергілер кездеседі. Ашу, ыза, көре алмаушылық, шыдамдық, қалаулар мен сарандық. Енді осы бойынша да айтып беруге болады. Бір жас ұстаз данышпанға келіпті. Данышпанға келіп, осы кейбірде маған ашу келеді, кейбірде маған ыза келеді, соны алып тастауға болмай ма депті. Сонда данышпан айтыпты, жақсы депті. Жас ұстазды үстелге отырғызып қойып, мықтап көзіне үңіліп қараған екен. Сол кезде жас ұстаз әуелі терлеп, одан кейін шыдай алмай кеткен екен. Сонда данышпан былай айтып, мен сенің көзіне үңіліп қарадым, бірақ сол эгоизмді да, ашуды да таба алмадым. Сен оның орнын көрсетіп берші депті. Жас ұстаз, мен білмеймін, ол қалай келеді, солай кетеді депті. Сонда данышпан, ол табиғаттан сенде жоқ депті. Әр адамға келіп кетеді депті, бірақ адам өз жүрегімен оны билей алады депті. Сондықтан әр қайсыңызды табиғаттан жоқ нәрсемізді, келіп кеткен нәрсемізді жүрегіңізбен билейік деп мен сіздерді жаңағы шақырам. Осы ақиқатты танып, және бәрін риясыз сүйіспеншілік атқарған адамның ісі әрине дұрыс әрекет болады. Дұрыс әрекет өмір негізі ретінде болады. Және Пифагор айтқан ақиқаттан туындағанның барлығы дұрыс әрекет депті. Дұрыс әрекетке жасауға әрине жаңа қиын, бірақ дұрыс әрекетке тән қасиеттер бар. Бүкіл жақсы іс істейік, жақсы сөз сөйлейік, жақсы көңіл күйде болайық. Соны күнде жасасаң әдетке айналады екен. Және адам бар нәрсесімен қанағаттана білу керек екен. Адамның отбасы бар ма? Отбасы барлығына қанағат етіңіз деген сияқты бар нәрсіне қанағат етуге шақырады. Ынтымақтастықта өмір сүрейік, бір-бірімізбен түсініп, жақсы қарым-қатынаста болайық. Әрине осының бәрі тәртіпте болады. Дұрыс ой ойлайық, дұрыс сөз айтайық. Бүкіл жасаған ісімізді парызбен, ризашылығымызбен жасайық. Және осы жерде мен айта кеткім келеді, Бауыржан Момышұлының сөзінен адамгершілігі жоғары адамның алдында жат қылықтар жасауға ешкімнің батылы бармайды. Себебі оның мысы болады. Жан жүрегі таза, рухы биік адамды ешкім басыла алмайды. Тәрбиелік мәні өте бұнікі жоғары. Сондықтан мен әрқайсыңызды тәрбиелей отырып, позитивті, рухани білім беруде өмір сүруіңізді шақырамын.